Қайырлы Сапаплас көрермендері, бұл видеода сіздерге асықпай толыққанды Сапаплас сапалы терезе қалай жасайды, сол процестің бәрін көрсетемін. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер, қызық болады. Ал бісміллә, қараңыздар достар. Осындай қазір таңда 1000 квадраттық жерде істеп жатырмыз. Бұл жерде бір айлық күшіміз примерно 7000 квадрат. Мақсатымыз не? 10 мың, 20 мыңға дейін жету. Негізі қазақ байыса үй алады, машина алады ғой. Мен енді жекеге кәсіпкермін, Аллаға шүкір. Біз байып атсақ, ақша тауып жатсақ, сразу осындай жақсы станоктар қарапайым қазақтарға жалпы үй салу оңай емес. Үй салғаннан кейін, бір салғаннан кейін идеально қылып терезе қойған дұрыс та, чтобы екі рет төлеудің қажеті жоқ деген сияқты. Сол себепті максимально мен ақша табам ба, сразу жақсы станоктармен ақша салам көп жағдайда. Қараңыздар, осындай подоконниктардың бәрі жүйеленіп қойған. Бізде заказ бердіңіздер ме? Бүкіл нәрсе, профилі, подоконнигі, стеклос бәрі бір мезетте заказ беріледі. Жақсы металлдар бізде. Көп адамдар айтады ғой, біз кусок металл самайсыңдар ма, тонкий металл самасыңдар ма? Жоқ, Құдай сақтасын. Бәрін ең жақсы деген қалың металлмен саламыз. Неге? Өзімізге жасағандай етіп та. Және де торсеткаларыңыз бар, осындай кереметтей. Осы столда бәрін уже тоқталып кете салайыншы. Ортасы бүйтіп майысып кетеді, ол кіріп кетеді. Соған арнайы осылай заклепкамен мықты қылып, чтобы бұл торсетканы жақсы қылып жасауға тырысамыз барынша. Мына жерде металл қырқамыз полностью. Және де ана жақта кесетін станоктарымыз бар. Және де кесеңіздер, мына жерде полностью соғар каналдары бүкілін осы жерде жасаймыз. Қуанатын мына станокқа келгені. Бұл енді ең қымбат станоктардың бірі. Бұл жерде 4 басты голова байқасаңыздар. Полностью пайклит и чисткаға апарат автомат түрде. Қазір полный автоматтандырылды уже. Одан алып бізде мына станок болған. Байқасаңыздар. Бұл жерде тоже осының чистканың тірлігін жасайды, бірақтан өзі адам қолмен әкеп тұрады да. Мына жерде қараңыздар, полный пайка өзі градус идеально пайклит та, ар жақ аппарат. Ол жақтан дайын терезелер болады. Байқасаңыздар, алдыңғы станоктарымыз бұл атта бірақтан қолданып жатырмыз барынша. Қазір мақсатымыз не? Сіздердің сапалы терезелеріңізді уақытылы жылдам жасап беру. Енді мына жаққа жүрейік. Бұл жерде чистка дейді ғой, терезенің идеально шығуы. Көрсетейін. Қоңыр терезелер максимально шурупты біз сыртына ұрамыз. Неге? Іштегі прям шуруп-муруп көрініп тұрмасын. Эстетиканы қатты сақтаймыз. Максимально соғар каналдар идеально кесіледі. Ол міндетті түрде сіздің терезеңізде жаңбыр жауған кезде су кіріп кетеді ғой. Осының салдарынан ғой. Сбортыны дұрыс технология кітапқа сай қылып істемейтін болсаңыз, сіз сапалы терезе алмадыңыз. Сапасыз терезе алдыңыз, оны дайын болыңыз. Терезең су кіріп кетеді, проблемалар көп болады. Сол себепті соғар каналдар мощный осылай тезіледі. Қараңыздар, тазаланған кезде мощный автоматика осы автоматтандырылған станоктармен сапалы терезе жасап жатырмыз. Біздің мақсатымыз не? Клиенттерге сапалы терезені түсіндіру және де сапалы терезе жасап беру. Біреудің ақысына кірмеу деген сияқты. Және де 100% каучук резина катать етеміз, достар, қараңыздар. Негізі родной резина ол біріншіден 2-3 жылда күйреп, мыжып, бычып болып кетеді. Терезе таңдаған кезде біреулер айтады, мысалы 150 мың теңге, 200 мың теңге арзан таптым ғой дейді да. Сіз дәл қазір қуанып тұрған шығарсыз, арзан таптым деген сияқты. Ол 2 жылдан кейін сол 150 мың теңгеңіз сізге 300 мың или 400 мың теңге шығып кетеді. Ойлаңызшы, 10 жылдың ішінде 3 рет резина ауыстыруыңыз мүмкін. Мына резинамен ойлаңыз, 10 жылға дейін сіздің терезеңіз прям идеально четко болып тұрады. Бұлар біріншіден каучук, онша мыжыла қоймайды, мыжылса да өзінің орнына келіп ала беретін мощный резиналар ғой. Одан кейін бізде сборка процесі. Бүкіл нәрсені реттеп тастағанбыз. Пешкісі болсын, фурнитуралар жиналуы бәрі по шаблону. Шаблонмен жұмыс жасаймыз. Ол деген сөз сіздердің фурнитураларыңыз идеально дейді ғой. Мына шаблондар прям мына створка дейді ғой, мына жерде киіледі та. Мыналардың прям четко миллиметрге дейін идеально орнатылуы осы шаблондардың арқасында. Өзі арнайы шуруптар бар. Металлдың шурубы, фурнитураның шурубы, оның бәрін міндетті түрде саламыз. Ол деген сөз фурнитураның шурубы болады, и және де металлдың шурубы болады. Оның екеуінің айырмашылығы, біреуі острый болады, біреуінің металлға арналғанда. Шуруптың өзін бөлеміздер, біз неге? Ол деген сөз сіздің терезеңізге идеально жақсы сапалы нәрселер қолданып жатыр. Одан кейін бізде фурнитура орнату процесі, қазір байқасаңыздар, бізде жігіттер полностью штапиктердің бәрі автоматтандырылған станокта осылай полностью қырқылады, дайындалады. Міне бізде дайын терезелер, достар, қараңыздар. Бәрі по шаблону қойылған, полностью чистка жасалған. 100% каучук резина, и одан кейін поставочный профиль. Көп адамдар айтады, бізде поставочный профиль қоясыңдар ма? Қоямыз, неге қоймасқа? Бұл заманауи, ең мықты деген, міне қараңыздар. Мынау пісу лента не үшін қойылады? Білмейтін жандарға бұл утепление. Чтобы алдағы автомобильдің арасынан жел кіріп кетпесін, бұл ісінеді еще.
3 сантиметрге дейін. Бұл ісінген кезде мощный қысып тұрады. И максимальный шуруппен сатып қоямыз, поставочный профиль. Бізде өшіре келеді, тық деп кидіре саламыз. Сіздердің сапалы терезелерің жалпы осылай жасалып жатыр, достар. Жалпы бұл процесті онлайн және офлайн вариантта көруге болады. Алматыда бізде производство. Бірақтан мақсатымыз не? Осылай қазір өзіміз цех салып жатырық. Бір 5000 квадрат көлемінде, Құдай қаласа салаға көшетін болсақ, бүкіл Қазақстанға осылай сапалы терезелер жеткізіп беру. Қазір білесіздер, Сапапласт компаниясы Алматы, Шымкент, Оңтүстік Қазақстан, Тараз, Кентау, Түркістан және де Астана облысы, Ақмола, Қарағанды бүкіл жақтан терезе заказ қабылдап жатырмыз. Ол деген сөз, біз өнімімізге сенімдіміз. Мықты сборка мен мықты монтажға біз гарантия береміз жалпы. Бізден терезе алсаңыз, сіз өкінбейсіз, неге жақсы сапалы терезе қойылуына. Мысалы байқасаңыздар, мынандай жылжымалы есіктер бәрі любой сложности. Бұл жерде тек қана пластик қана жасалады, алюминді басқа жақта жасаймыз. Сол себепті сенімді түрде компания Сапапласттан терезе заказ берсеңіздер болады. Біз айтқан сөзімізге жауап береміз. Біріншіден гарантия бердік па, оны іс жүзінде, қағаз жүзінде де жасаймыз. Байқасаңыз, перспектива дейді ғой, любой компанияның өзінің тарихы бар да, дамуы, басқа бір компаниялар дамыса, ақша тауып алса, ол тек қана өзіне жаратса, біз олай емес. Барынша компанияның дамуына жақсы оборудование, ең мықты деген соңғы үлгідегі станоктармен сіздердің терезелерін жасап беру мақсатымыз. Сол себепті сенімді түрде терезе заказ берсеңіздер болады. Енді көп адамдар уайымдайды ғой, алдап кетпей ма, алайық емессіңдер ма деген сияқты. Сіздер уайымдап жатсаңыздар, мен сіздерден де қатты уайымдаймын да, неге алған тереземді абыроймен уақытылы айтылған срогында жасап беру деген сияқты. Және де көп адамдар стеклоны өздерің жасайсыңдар ма дейді. Стеклоны сразу айтасыз, мен бүкілін айтамын, стеклоны мен жасамаймын. Неге оны стеклоны кірісетін болсам, мен айына 7000-10 000 квадрат жасаймаймын. Стеклоны адам аласын, басқа аласын. Сол себепті сенімді түрде Стекломир деген заводқа береміз біз. Бұл біздің партнерлар, бізге максимальный скидка берген. Ешкімде жоқ. Мен өзім жасасам да даже бұландай баға шығара алмаймын. Оларда полный автоматтандырылған, байқасаңыздар, қараңыздар. Өте тап-таза. Мысалы, мына жерге кір қап кетіпті ғой, сүртілмей қапты ғой деген нәрсе жоқ. Бұның чаколын қараңыздар, достар. Стеклоның, мысалы, буланып кетуі неден? Осындай чакол дұрыс жағылмағаннан. Бұл жерде полный автоматика қараңыздар, тап-таза. Бір иненің ұшындай тесік жоқ. Содан кейін біз сенімді түрде заказ бере аламыз да, прям стеклоңыз буланбайды деген сияқты, екі ортасы. Үйдің ішінен буланатын нәрсе ол конденсат, ол ауайналым дұрыс болмаса любой терезеде буланады ол. Мини парилка ғой үйіңіз. И байқасаңыздар, көп адамдар салыстырған кезде стеклонына ғана мән беруге болады да, бұл қараңыздар, гнутый дейді, прям бір-біріне уголокқа емес. Байқасаңыз, стекло жасаған кезде кішігірім цеховиктер өзінің цехында жасайтындар мына жерге уголок қояды, кеседі, уголок қояды. Бірақ та мына жерден спейсерлер түсіп кетеді бір уақытта. Ол кесілген нәрсе ол дұрыс емес та. Мынау негізі по технология бойынша осылай гнут етіледі, байқасаңыздар. Төрт бұрышыда прям майысылған. Ол деген сөз не? Біздің мықты сборкамыз бар, мықты стекломыз бар, мықты монтажниктеріміз бар. Енді тек таңдау сізден. Сапалы терезе қалайсыз ба? Онда Сапапластқа терезе заказ беріңіз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.